Ол 30-дан асқан достарымен араласпайды, махаббат туралы ойламайды, күнделікті екі нүкте арасындағы жалғыз өмірін қайталайды. Телефон қарау оның әдетіне айналған. Тіпті көршілері амандасқанда да ол естімегендей кейіп танытады. Ол бейтаныс адамдармен қарым-қатынас жасағысы келмейді және ешкімді өзінің жабық өміріне кіргізгісі жоқ. Үйге келгенде арзан ас мәзірін жеп, қарапайым ойын-сауық бағдарламаларынан бақыт іздейді. Кенет үйде қатты діріл пайда болды. Сюджи бұл жағдайға мән бермей, тамағын іше берді. Әлемнің ақыры болмаса, сырттағы жағдай оған ешқандай қатысы жоқтай көрінді. Жарты айдан кейін ол сыртқа шыққанда шірік иіс сезді. Ол пәтер басқармасына хабарласып, өміріне кедергі келіп жатқанын айтты. Сол күні жұмыстан кейін ол кіреберісте бірнеше полиция қызметкерін көрді. Пәтер иесінен естуінше 30-дан асқан адамды жарты жыл бұрын шкаф басып қаза болған. Сюджи сол күні кешке үй дірілдеген себебі осы болуы мүмкін екенін түсінді. Егер сол кезде жағдайды білуге шыққанда, бәлкім бір адамның өмірін сақтап қалар ма еді деп аздап өзін кінәлады. Егер сол шкафтың астында өзі қалса не болар еді деп көңілін мұң басты. Сюджидің жұмысы телефон арқылы клиенттерге қызмет көрсету, өнімдерді жарнамалау және сатылымнан кейінгі қызметтерді атқару. Оның жауабы ешқандай эмоция мен сезім білдірмейді, кез келген клиентке сабырмен қарайды. Оның ең көп айтатын сөзі: кешіріңіз, мен сізден кешірім сұраймын, өйткені бұл сөз кез келген мәселені шешеді. Алайда робот сияқты бір сарынды жұмыс оның өмірге деген сезімдерін мүлдем жансыздандырды. Бір күні бастығы оған жаңа тапсырма берді: жаңа келген практикантты үйрету. Сюджи бірден бас тартуға тырысты, өйткені ол бетпе-бет қарым-қатынас жасауды ұмытып қалғандай болды. Кейіннен Сюджи ешкімге қарамай әдеттегідей жұмысын жалғастыра берді, ал жанындағы практикантты мүлдем елемеді. Іші пысқан практикант өзіне ермек іздеді. Бірде қағаз майлықты жыртып ойнады, бірде үстел үстіндегі айнамен айналысты. Түскі үзіліс кезінде ол тіпті ұйықтап қалды. Мүмкін Сюджи өзін жақтырмайтынын сезген болар. Түстен кейін жұмысқа кіріскенде қыз ерекше көңіл бөле бастады. Бірақ Сюджи бұрынғыша суық мінез көрсетті. Қыз Сюджидің клиенттермен әңгімесін мұқият тыңдай бастады. Басқа сұрақтарыңыз болмаса, мен қоя саламын деп жауап беріп жатты. Практикант аң-таң болды. Анау айтып тұрған нәрсе тіптен ақылға сыймайтын нәрсе еді. Бірақ Сюджи қалайша бұған келісім бере салды. Сюджи компьютер экранын көрсетіп, бұл адамның миы дұрыс емес. Мұндай клиенттер бізге жиі келеді. Бірақ кім болса да, біз оны кішкентай бала деп елестетіп, айтқысы келген нәрсесін айта берейік. Сонда артық мәселе туындамайды деді. Қыз жартылай түсініп, жартылай түсінбей қалды. Жұмыс нұсқаулығында клиент сұрақтарына шыдамдылықпен жауап беру керек деп жазылған, ал мынау жай ғана сылтаурату сияқты көрінді. Келесі күні жұмысқа келген қыз жаңа сыйлық алып келді: тамаққа арналған спрей. Біз күні бойы сөйлесеміз, кейде тамағымызды ылғалдандырған дұрыс деді. Бірақ спрейді байқамай басып қалды да Сюджидің бетіне шашыратып жіберді. Бұл жолы Сюджи шыдай алмай шағым айтты. Қыз кешірім сұрау үшін оны бірге түскі асқа шақырды. Өзі тапсырыс беріп болған соң қызға қарап: сен өз тамағыңды жейсің, мен өзімдікін деді де артына қарамай кетіп қалды. Бұл жер әлдеқайда кең болғанымен Сюджи қыздан қашу үшін әдейі адам көп жерге барып отырды. Түстен кейін қыз алғаш рет телефон қоңырауына жауап беруге тырысты. Мүмкін көңіл күйінің түсіп кеткенінен болар, клиенттің ашулы шағымына жауап беруде қиналды. Қасында отырған Сюджи дереу кешірім сұра деп кеңес берді. Бірақ қыз бірден сөйлеуге батылы жетпеді. Сюджи клиентті өзіне ауыстырып алды да тоқтамастан кешірім сұрап, сабырға шақыра бастады. Қыз кенеттен наразылықпен: мен түкте қателескен жоқпын ғой деп сұрады. Неліктен міндетті түрде мен кешірім сұрауым керек? Ақырында клиент шағымдану үшін қоңырау шалды, ал екеуінде басшы кеңсесіне шақырып қатаң сөкті. Басшы практикантқа тек келесіде абай болуды тапсырды, ал Сюджиге баса назар аударды: неге оны дұрыс үйретпедің? Неге оның көз алдыңда осындай қарапайым қателік жасауына жол бердің? Сюджидің іші ашып кетті: мен өз жұмысымды дұрыс істеп жүрмін ғой, неге маған осындай тапсырма беру керек болды? Жұмыстан кейін әкесі кенеттен қоңырау шалып, үйге келіп бір келісімшартқа қол қоюын өтінді. Анасы қайтыс болғаннан кейін шағын үй қалған еді, ал өсиетте бұл үй Сюджиге берілуі керек деп жазылған. Бірақ әкесі аяқ астынан келіп: мына келісімшартқа қол қой, не үйге қайтып келіп менімен бірге тұр, не үйді мұраға алудан бас тарт деп шарт қойды. Сюджи ойланбастан мұрадан бас тарту туралы құжатқа қол қойды. Себебі бала кезінде әкесі әйелі мен қызын тастап үйден кетіп қалған еді. Сюджи осы жылдар бойы анасымен бірге өсті. 10 жылдан астам уақыт бойы көрмеген әкесіне оның ешқандай сезімі болмады, не оны кешіргісі келмеді. Ол ескі бақылау камерасын қосты. Әкесі кейде үйде жалғыз отырып терең ойға батып кететін, кейде анасының суретін сипап отырып жылап алатын. Сюджиге бұл түсініксіз еді. Егер қимаса неге тастап кетіп қалды? Сол күні жұмыстан кейін Сюджи үйдің кіреберісінде қолына 2 сөмке көтерген ер адамды кездестірді. Ол пәтерді жалға алуға келген екен. Бірақ ер адам үйдің неге арзан екенін сұрағанда Сюджи шындықты айтты: бұл үйде жақында адам қайтыс болған. Сюджи салқын сөйлеп үйіне кіріп кетті. Кешке ол тағы да бақылау камерасын қосты. Әкесі көршілерді үйге қонаққа шақырып, анасының суретін дастарханға қойып, көңілді әңгіме дүкен құрып отырды. Бұған ол қызғанды. Бір-бірінен бөлек тұрғанмен әкесі одан әлдеқайда бақытты сияқты еді. Ертесіне Сюджи қатты шудан оянып кетті. Көрші үйге жаңа тұрғын көшіп келіп жатыр екен.
Ер адам Сю Чиді көрген бойда алғысын айтып, кешке қонаққа шақырды. Сол күні жұмысқа келгенде практикант қыз Сю Чиге кешкісін ұйықтай алмағанын айтты. Көзімді жұмар-жұмбастан санамда бір ғана нәрсе қайталана берді, деді ол. Бір күні практикант сол психикалық ауытқуы бар деп белгіленген клиенттен қоңырау қабылдады. Бірақ ол Сю Чидің әдісін қолданбады. Керісінше, клиенттің ұзын-сонар әңгімесін сабырмен тыңдады. Ол алғаш жұмысқа шыққан кезіне ұқсатты. Мүмкін практикант қыздай бір досы болу жаман емес шығар деп ойлады. Алайда келесі күні жұмысқа келгенде, ол қыздың жұмыстан шығып кеткенін естіді. Сю Чидің іші босап қалғандай болды. Ол жұмыс кезінде жиі қателік жіберіп, түскі асқа да зауқы соқпады. Бұрын ұнататын тағамдары да дәмсіз болып көрінді. Сол сәтте ол әлемнің тым тыныш екенін сезді. Ол ескі әдетіне қайта оралды, тіпті клиенттерінің де атын шатастырып жүрді. Сол сәтте Сю Чидің көптен бері ішке жиналған эмоциясы жарылып кетті. Кешке жұмыстан кейін ол шуға толы көшеде мақсатсыз жүріп, өзін әлемнен оқшауланғандай сезінді. Үйіне оралғанда жаңа көршінің есігі ашық тұрғанын көрді. Ер адам достарымен бұрын осы үйде өмірден өткен адамды еске алып отыр екен. Олар бір-бірін танымаса да, осындай ерекше тәсілмен сезімдерін білдіріп жатты. Ал Сю Чи айналасындағы адамдар мен оқиғаларды әдейі елемей жүрді. Бұл оның өмірін одан сайын қиындатты. Ол есік алдында тұрып, үйдің ішіндегі көңіл күйді сезінуге тырысты. Бөтендермен байланыс орнатқысы келгендей еді. Біраздан кейін ер адам сыртқа шығып темекі тартуға кірісті. Бұл жолы Сю Чи оны елемей қоймады. Екеуі әңгімелесіп кетті. Сол кеште Сю Чи мінез құлқында үлкен өзгеріс болды. Ол практикант қызға қоңырау шалып, шын көңілден былай деді: "Мен жалғыз тамақ ішкенді де, автобуста жалғыз отырғанды да, жалғыз өмір сүргенді де ұнатпаймын. Тек өзімді жақсы өмір сүріп жатқандай көрсету үшін бәрін жасырып келдім." Соңында ол қыздан бұрынғы суық мінез үшін кешірім сұрады. Бұрын жұмыс кезінде айтатын кешірімдерден айырмашылығы, бұл жолғы кешірімі шынайы болды. Сол түні Сю Чи ерекше тыныш ұйықтады. Ол өмір салтын өзгертуге шешім қабылдады. Ұзақ уақыт жабық тұрған перделерін ашып, күңгірт бөлмесін жарыққа толтырды. Содан кейін басшысына жұмыстан шығатынын айтып, осы жансыз жұмыспен қоштасты. Алдағы болашаққа жоспары болмағанымен, ол кенеттен жалғыз тұратын әкесін есіне алды. Алғаш рет сабырлы күйде әкесіне қоңырау шалды. Бірақ қоңыраудан кейін Сю Чи телефондағы белгісін әке деп өзгертті. Көп жылдық реніш дәл осы сәтте тарқамағанымен, жаңа кезең басталды. Өткенді қабылдап, өзіңмен келісімге келу арқылы ғана жаңа өмірдің есігін ашып, алға қадам басуға болады. Бұл оқиға қарапайым көрінгенімен, көптеген адамның жүрегінде жасырын жатқан ерекше сезімдерді айнадай көрсетеді. Ақпараттық дәуір адамдардың арасындағы физикалық қашықтықты қысқартқанымен, жандар мен жүректер арасындағы рухани байланысты әлсіретті. Тек осы екі нәрсе арасында тепе-теңдік таба білгенде өмір өз ағысын табады.